Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз балалардың сүйіп жейтін коржығын жасайтын боламыз. Коржық өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бізге керекті тағамдардың нақты құрамын описаниеге жазып кететін боламын. Алдымен қанттың үстіне ыстық сүтімізді құйып, жақсылап қантымыз ерігенше венчикпен араластырып аламыз. Содан соң басқа ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, жұмыртқа екеуін жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Негізінен сары майдың 72-82% қолданған дұрыс болады. Енді үстіне ерітілген қант пен сүтімізді құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнның үстіне 1,5 шай қасық қопсытқышты, яғни разрыхлительді қосып араластырып аламыз. Массамыздың үстіне аз-аздан қоса отыра венчикпен, одан кейін қоюлана бастаған кезде қолымызбен жұмсақ етіп қамыр елеп аламыз. Сонымен қатар, осы қазақша контентті каналдың ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса отырсаңыздар деймін. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша батырмасын басып, осы видеоны жақындарыңызға әлеуметтік желі арқылы бөлісе отырсаңыздар деймін. Сіздерге алдын ала рахметімді айтамын. Мінекей, біздің қамырымыз жұмсақ, нәзік, әп-әдемі болып иленді. Енді осы қамырымызды целлофанға салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. 1 сағат өтті. Енді үстелдің үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырдың құрамында сары май болғандықтан қамыр өте нәзік әрі жұмсақ. Сол себепті қатты жұқа етіп жаймаңыздар, үстелдің үстіне жабысып қалуы да мүмкін, әрі коржықтарыңыз қатты болып қалады. Сол себепті қалыңдығын орташа етіп жайып аласыздар. Енді коржықтың формасын келтіреміз. Мен ыдыстың осында қақпағын алып, осында дөңгелек формаға келтірдім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша әртүрлі формаға келтірсеңіздер де болады. Шеттеріндегі қалып қойған қамырларды да қолымызбен біріктіріп, оқтаумен осындай етіп жайып аламыз. Формамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, қамырларымызды рет-ретімен әдемілеп қойып шығамыз. Жұмыртқаның сарысының үстіне азғандай сүтті құйып, коржықтардың бетіне осындай кисточкамен барлық жеріне әдемілеп осылайша жағып алатын боламыз. Сол кезде біздің коржықтарымыз піскен кезде сап-сары әдемі болып шығады. Шанышқының көмегімен бетін осындай етіп әдемілеп әсемдеп шықсаңыздар болады. Енді қызып тұрған пешке 10-15 минутқа қойып пісіріп аласыздар. Менде 180 градуста 15 минутта коржықтарым толықтай пісіп шықты. Қараңыздар, өте дәмді, жұмсақ коржықтарымыз дайын. Маған және балаларыма өте қатты ұнады. Сіздерге де жасауға кеңесімді беремін. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет.